Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода көршілес Қытай елінде орын алып жатқан аса маңызды саяси оқиғалар, коммунист партияның 20-шы съезінде болған оқиғалар, әрі осыдан кейінгі Қытайдың әлемдегі рөлі қандай болмақ? Осы және өзге де маңызды ақпараттар жайлы білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінеміз. Осыдан бірнеше күн бұрын көршілес Қытай елінде коммунист партияның 20-шы съезді болып өткені белгілі. Өткен ғасырдың басында аспан асты елі демократиялық мемлекет болуға талпынып, сол бағытқа көшті деген уақытта 1921 жылы Шанхай қаласында коммунизмді таңдаған биліктегі 11 адам өздерінің алғашқы кездесулерін жасырын түрде өткізген еді. Бір қызығы, осы жасырын жиын тарихта коммунист партияның ең алғашқы съезі болып белгіленген екен. Сол уақытта коммунистік көзқарас қоғамда аса қатты талқыға түсіп, олардың өзгелердің еркіндігіне қарсы тосқауыл болуға аса жиіркенішті дүние болып табылған болса, араға 101 жыл салып, бұлар бүкіл ел билігін өз қолдарында ұстаған 97 миллион мүшесі бар ел ішінде ешбір қарсыласы жоқ алпауыт күшке айналып отыр. Олар жуырда өткен съездерінде Қытайдың 2035-ке дейінгі стратегиялық жоспарларын құрастырып, елді осы уақытқа дейін 10 жыл басқарған Си Цзиньпин алдағы 5 жылда президент болып қалуын заң жүзінде мақұлдады. Қазан айының бас кезеңінде ел арасында рейстер тоқтатылып, әскерилер бір ортаға шоғырлана бастауы әлем назарына апаш етіліп, мемлекет ішінде бүлік болып, Си Цзиньпин биліктен шеттетілді деген ақпараттарда тараған еді. Оған себеп коммунист партияның ішіндегі топтардың өзара түсініс алмауы себеп болған болса, әрі Си Цзиньпин билік басында тағы да 5 жыл қалуы өзге коммунист топтар үшін бас көтере алмас халге түсіп, биліктен ығысып қалуды білдіретін еді. Алайда Си ақыры өз дегенін ғана жасап қоймай, 2003-2013 жылдары елді басқарған Ху Жинтауды съездің соңғы күнінде мәжіліс алаңынан күштеп шығару, оның қаншалықты деңгейде өз-өзіне сенімді екенін көрсетіп берді. Қанша жерден бұл жайлы партия экс-президенттің денсаулығы сыр бергендіктен шығуға мәжбүр болды десе де, видеода оның еркінен тыс алып кеткені байқалады. Бұл съездегі ең өзекті тақырып Си Цзиньпиннің билікте тағы да 5 жылмен қалуы болса, одан кейінгі мән берілуі керек аса маңызды іс олардың алдағы 30 жылға қойған мақсаттары болып отыр. Олар елдегі өнеркәсіптің сапасын арттырумен қатар 2050 жылға дейін елдегі барлық кедей халықты кедейшіліктен алып шығып, әлемге Қытай ұлтын бай, қуатты, бірлігі жарасқан ел ретінде үлгі болуды мақсат етіп отыр. Цзиньпин өткен уақытта Тайвань еліне ешқашан әскери соққы болмайтыны жайлы айтып келгені белгілі. Десе де, ол биліктегі күшін қуаттап алғандықтан, қалаған уақытта оларға соққы беруі мүмкін деп болжап отыр әлем эксперттері. Тіптен бұған НАТО елдері қарсы тұра алмауы мүмкін. НАТО құрамындағы елдердің 60% шикізат өнімдеріне Қытайға тәуелді болғандықтан, тек осы жолмен ақ НАТОның жолын байлап тастауы мүмкін. Цзиньпин билік уақытын ұзартумен Қытай елі бір партияның басымдылығынан диктаторлық жүйеге өтіп кеткен болуы мүмкін бе? Пікіріңізді төменге жаза кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.